зимбир шайын дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: заварка, лимон, имбирь, жалбыз. Қажетті заттарымызды салып болғаннан соң қайнап тұрған суымызды құямыз. Зимбирдің адам ағзасына пайдасы өте мол. Арықтауға көмектеседі, тұмауды емдеуге, иммунитетті көтеруге көмегі өте зор. Шайымызды 5 минутқа тұндырып қоямыз. 5 минуттан соң балымызды саламыз. Жақсылап араластырып, осымен біздің чайымыз дайын болды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер.